Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Бүгінгі біздің демалыс күніміз осылай басталып жатыр. Алдымен таңғы шайымызды ішіп алдық. Сосын қамырымды ашытып, осындай сырный нан. Қыздар, жасап көруге кеңес берем. Кәдімгі қамыр ашытып, ішіне сүт құйып деген сияқты. Сонымен сырный нан жасайтын болсаңыздар, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Сосын осындай хачапури жасайтын болдым. Осыны да жасауға кеңес берем. Демалыста үнемі бала-шағама көңіл бөліп, өздері ұнатқан тамақтан жасауға тырысамын. Ана жолы бір видеода айтқан болатынмын, бізге 3 нан 3 күнге жетеді депші, оның үстіне біздің үйде еркек адам көп деген сияқты. Сөйтсем барлығы таңғалуға тұрып, қалай 3 күнге жетеді, өтірік алдамашы депші. Мен деген үнемі қаттама жасаймын ғой, осындай заттар істегеннен кейін нан көп желінбейді. Расында осылай үйімді де жинап алдым. Енді бүгін толықтай үй жинаған жоқпын, өтірік бетін ғана тазалап алдым. Мен деген үй жинағанымды салсам, жұрттың бәрі айта береді, немене аурусың ба, неменеге үй жинай бересің деп ұрса береді мағанша. Сол үшін үй жинағанымды салмай қойдым. Кешкісінге ет салып қойдым, қамырымды жайып, барлығы дайын болды. Бәрі үйге келді, сонымен етімізді жеп алдық. Қыздар, бүгінгі күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Жалпы қонаққа немесе қыдыруға, киноға қайда бардыңыздар? Бүгінгі біздің демалысымыз осылай өтті, тек қана үйде. Ал, пока-пока.